Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында бургер дайындауды үйрететін боламын. Ол үшін ең алдымен тартылған ет, бургерге арналған булочкалар, кетчуп және майонез, салат жапырағы, ірімшік, қияр және қызанақ қажет болады. Бірінші кезекте тартылған етімізді осылай табамызға салып алып, оған тұз және бұрыш қосамыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай түрлі дәмдеуіштер, бұрышты қоса берулеріңізге болады. Мен өз жағдайымда қызыл бұрыш және тұзды қостым. Тартылған етімізді жақсылап араластырып алған соң, оны табамызға ұрғылап аламыз. Отбивка жасап, солай фаршымызды жұмсартып аламыз. Осылай жұмсартып алған жағдайда котлетіміз өте жұмсақ болып пісетін болады. Және де қуырған кезде бір-бірінен ажырап кетпейді. Тартылған етімізге тұзымыз бен бұрышымыз сіңген соң, осылай алақанымызға шамамен 100 граммдай тартылған етті алып, домалақ пішінге келтіріп, котлетімізге дайындаймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп алған соң, тартылған етті тақтаймыздың үстіне қойып, алақанымызбен басып, домалақ пішінге келтіріп аламыз. Одан соң оның үстінен осындай пищевой пленканы жауып, оқтаймен бірнеше мәрте жүріп өтеміз. Сонда котлетіміздің тартылған еті бір тегіс әрі жұмсақ болатын болады. Пищевой пленканы ашып, котлетіміз формасын топ-томалақ етіп, қолымызбен дұрыстап шығамыз. Осындай котлет дайын болды. Оны қору үшін табамызды қыздырып, майымызды құйып, котлетімізді осылай жеке-жеке салып қуырамыз. Әрбір бетін 3-4 минуттай қуырып алу қажет болады. Котлетіміздің бір жақ беті пісті, оны екінші жақ бетіне аударып, қуырып алған соң, тарелкамызға салып, қалған бөліктердің барлығын дәл осылай қуырып алатын боламыз. Бургеріміздің котлеттерін бәрін дәл осылай қуырып дайындап аламыз. Котлеттеріміз осылай шықты. Енді кезекте бургердің қалған бөліктерін дайындаймыз. Ол үшін салат жапырағы, қияр және қызанағымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан соң қиярымызды видеодағыдай домалақтап осылай турап шығамыз. Және де келесі кезекте қызанағымызды да өз күйінде ортасынан бөлмей осылай домалақ етіп турап шығамыз. Бургерге өз қалауларыңызға қарай соленый огурцы қоссаңыздар да болады. Қияр, қызанақ, салат жапырағы және де котлетіміз дайын болған соң бургеріміздің соусын дайындаймыз, яғни майонез және кетчупты осылай бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Соусымыз осылай дайын болып шықты. Енді булочкамызды алып, ортасынан теңдей 2 бөлікке бөліп, нанымызға соусымызды жағатын боламыз. Соусымызды нанның 2 бөлігіне де бірдей мөлшерде қатты қалың етпей, осылай қасықпен бір тегіс етіп жағып дайындап аламыз. Одан соң оның үстіне ең алдымен салат жапырағын қоямыз. Салат жапырағын өз қалауларыңызға қарай бірнеше немесе біреу ғана қойсаңыздар болады. Оның үстіне қуырып дайындап алған котлетімізді саламыз. Одан соң балқытылған ірімшігімізді котлеттің үстіне қоямыз. Қызанақ және қиярды бургерімізге қойып шығамыз. Және де бургеріміздің екінші бөлігі, яғни булочкасын үстіне қоямыз. Бургеріміз осылай тез әрі дәмді болып дайын болып шықты. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып каналға тіркеліңіздер.